Мариуполь майжилерінің құртарылуы девам ете. Бұны баш назир муавини Ирина Верещук хабар етті. 53 чағыр хаста Украина аскер Азовстальден Новоазовский қасабасының хастаханесіне алып кетілді. Да 210 аскер гуманитар коридор или Оленевка қасабасына шығарылды. Бұл Донецк вилаетінің ишғал етілген топырақларыдыр. Аңлашмаларға көре Мариуполь майжилері Русия сірлеріне деңіштірілген сон евлеріне қайтacak. В управлінні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука. Имайжилер 82 күн девамында мудафада bulundu. Украина мудафа назирлігінде Азов полкынан аскерлері, деңіз пиядежілері, сыңыржылар, полис хадимлері, ведигер мудафажылар қойылған вазифелеріні бежерді деділер. Олар душманнан бір чоқ күчлеріні өзлеріне желп етіп, оларына йоқ етті. Мудафа назирінің муавини Ганна Малер қайдеткенне көре, Мариуполь имайжилері рашистлерінің 20 беңілік ордысыны Мариуполь жыварында тұтып, оларға жебенің башқа қысмына кечмеге имкан бермеді. Оның сөздеріне көре, шымды аңлашылған құртару формуласы екене чалыша білген усулдыр. Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації. І іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути в цій ситуації. Це був єдиний вихід. Салы күннің ақшама Мариупольде атешкес режимі риайет етілмекте. Майжилерінің тахлиесі девам ете. 8 кіші ілі қолды да 12 кіші яраланды. Бұл Чернигов вилаетіндегі Десна қасабасына ұлған рус ракетасы ұжымының ақыбетідір. Devlet fevkalade vaziyetleri boyunca hizmette kaydetkенлеріне көре, ұжым саба saat 5'te gerçekleştirilgen. Rus uçakları 4 raketa atқан. Олардан 2'si binalarga urgan. Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно, війна не завершилась. Війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, звертаю до всіх мешканців Чернігівської області бути пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали, які оголошують повітряну тривогу. Душманнан да 5 ракетасы Сумы вилаетінің Ақтырқа шеріндегі объектлерге ұрды. Сумы вилаеті Арби мемориетінің yol başçısı Dmitro Живицкий қайдеткенне көре, веранелерінен берабер 5 ерлі сакен зарар көрген. Патлав далғасы чоқ қатлы евінің кірішіні блок еткен. Сакенлер ичереде қапалы қалған. Бір чоқ мескен ев зарар көрді. Ұжымлер шерінің меркези қысмы вет дачный массивіне зарар кетірді. Анбарлар алевлені башлаган. Кілсенің пенжере жамлары қырылған. Каска балабақчасы да зарар көрген. Бұйық женг башлаганында расистлер бұл балабақчасын енді ұжым еткен еді. Душман Слобожанщина регионында Славянск yönelişінде Украина арбелерінің қаршы ұжымына тоқтатмаға тырыша. Шарқы регионда есе бұйық ғайыпларға ұғырай. Бұны баш штабта хабар еттілер. Донецк ve Луганск вилаетлерінде рашистлерінің 11 ұжымы ұрып қайтарылды. Оларынан 5 танкі, 1 тор ракета зенит комплексі, 6 артиллерия системасы, 12 зырхлы машинасы ve 1 аскерлеріні ташыған машинасы yok етілді. Рашистлер артиллерия реактив ateş açу системаларыны ve авиация kullanmağa devam etti. Душман Лиман yönelişinde ilerilемеге тырышты. На Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Сиротине в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов. На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива. Успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку населеного пункту Кам'янка. Успіху також не мали. На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар. Успіху не мав.
Миколаев Вилееті семасында Русияның қанатлы ракетасы ұрып түшірілді. Пивден оператив командалығы хабар еткеніне көре, ракетаны Хазар деңізі семасында бұлынған стратегик бомбардыман ұшағы атқан. Ракета Украинаның ғарби регионлары тарафына yol ала екен. Дайкы ракета 2 haftadan берлі çalışмаған көпірге ұрған. Душман топрақ ұжымына керчеклештіріп оламағаны үшін, оле алчақ ракета ұжымлеріне керчеклештірмекте. Бұнен бәрабер, вақтынша işgal етілген территорияларда террор кечірелер. Окупанти продовжують тиснути на мирне населення зайнятих ними територій Миколаївщини та Херсонщини, агітуючи погодитись на життя в квазіутворений на кшталт ХНР або Рашистської губернії. Загарбники запроваджують систему перепусток, щоб максимально обмежити можливості людей виїхати з області. А потужна інформаційно-психологічна операція окупантів спрямована на придушення спротиву місцевого населення, яке має міцну проукраїнську позицію. Матем күнні ұнытмадық, ұнытмайжақмыз ве ұныттырмайжақмыз. Қырым мұфтиятында Қырым татар халқының сойқырым құрбанларына дуа илияңдылар. 1944 сенесі кечірілген сүргінлік девамында ве ilk yılları сүргін етілген 180 bin Қырым татарындан аман-аман ярысы açlık ве хасталықлардан вефат етті. Қырым муфти Сайды Рустемов қайдеткеніне көре, ақ ве адалет еріні тапмалы. Қырым татар халқы есе бұл yönelişte өз күрешіні девам етежек. Дуа мерасымы Киевде Қырым мұсылманлары діни идаресінде кечіріліп, онлайн шекілде яйынланды. Майысының 18-інде дуа тедбірі Атыр телеканалында да yayınlanacaqtır. Bütün Müslüman meftalarını sürgünde olgen ecdad, ana, baba, ballarımızın ruhlarına hediye eyledik. Onlara eriştir ya Rabbil Alemin. Allah'ım bizim şehitlerimizi kabul et. Mevtalarımızı afu et. Bütün kart baba, kart ana, erkek kadın evlatlarımızı. Tökülgen kanları 1783. 1944. yıllar sürgünlükte nafile olmasın ya Rabbi. Allah'ım vatanımızda senin adın anılhan ezanlar hiçbir zaman susmasın. Halkımızın oz yurtunda onun sahibi olup yaşamalarına icdette kalanlarımızın vatanha tezden kavuşmalarına yardımcı ol ya Rabbil Alemin.